Қайырлы күн бәріңізге. Каналымды қолдап тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Мөңке бидің түсі. Бірде Мөңке би түс көріп, оны Сырым батырға жортпақ болады. Бір жолы бәйгеге 40 ат қостым. Біреуі де бәйгеден келмеді. 30 ат қостым. Біреуі де келмеді. 5 ат қостым. 4-еуі бәйгеден келмеді де, біреуі ғана мәреге аман жетті. Аман жеткені сол, келе сала пышаққа ілікті. Әлгі аттың ішін жарып жібергенімде қасқыр шықты. Ал қасқырды жарғанда ішінен түлкі шықты. Түлкіні жарғанда оның ішінен қоян шықты. Осы түсімді жорып берші, дейді Мөңке би. Сырым түс жорудың жолын Мөңкенің ұзатылып кеткен қызына беруді ұйғарады. Қыз түстің жайын білген соң Сырымға түсті жездеңе жортпа, жиеніңе жортпа, әйелге жортпа деген сөз бар еді. Сонда да айтайын дейді. Түс адал түс, қиял түс және шайтани түс боп үшке бөлінеді. Мұны қай түске жатқызарымды білмеймін. Бірақ оның шешуі мынадай. 40 ат дегеніміз мұсылманның 40 парызы орындалмай қалатын заман болады екен. 30 аттың бәйгеден келмей қалатыны 30 күн ораза ұсталмайтын заман туады екен. 5 аттың 4-еуі келмей, біреуі келгені 5 уақыт намаз қаза болып, оны біреу оқып, біреу оқымайтын кез келеді екен. Ал қасқырдың шыққаны кісінікін тартып алып, ұрлап жейтін зорлықшылардың заманының туатыны шығар. Түлкі шыққаны алдаушы мен арбаушы көбейетін, түлкідей бұлаңдаған заманның күтіп тұрғаны шығар. Қоян шыққаны ұрпақ үрейленіп өсетін, көлеңкесінен қорқып жүретін заман болар деп жорып беріпті. Осыны айтып болғаннан кейін Мөңке бидің қызы, маған түс жортқандарыңыз қате болды. Күндердің күнінде әйел билеген заман келеді. Ол заманда әйелден ұят кетеді, еркектен намыс қашады. Менің 3 рет шақырғанда зорға келуімнің сыры осында еді депті.